Кейбір кісілер жастары ұлғайғандығы себепті тізелері ауырады. Кейбір адамдар аяқтарын жарақаттап алуы мүмкін. Намаз оққан кезде ол кісілерге тұрып намаз оқу қиындық тудырады, аяқтарын ауыртады кәдімгідей. Бұндай жағдайда намазды отырып оқуға рұқсат. Енді намазды отырып оқудың мынандай үлгісі бар. Осылай орындықта отырып оқуға болады, не болмаса кәдімгідей мынау мүмкіндік болатын болса, намазда отырамыз ғой біз. Тура солай отырып оқуға болады. Екеуі бірдей. Намазды отырып оққан кезде былай оқимыз. Бірінші, Аллаху әкбір деп осылай тәкбір аламыз. Одан кейін, енді отырып оққан кезде қолды былай байлауға да болады тәкбірден кейін, немесе осылай да отыра беруге болады. Ары қарата біз субханака дұғасын, одан кейін егер өзіміз жалғыз оқып тұрған болсақ, имамға үйіп тұрмаған болсақ, жаңағы Фатиха сүресін, қосымша сүрелерді оқимыз өзіміз жалғыз оққан кезде. Одан кейін біз рукуге бару керекпіз. Енді рукуге бару үшін тұрып рукуге бару міндетті емес. Осылай отырып, міне Аллаху акбар деп рукуге бара салуымызға болады. Рукуны бітіргеннен кейін сәждеге барамыз. Енді сәждеге барған кезде де бізде сәждеге баруға мүмкіндік болғандықтан кәдімгідей сау адамдар сияқты жерге сәждеге барамыз, 2 рет сәжде жасаймыз. Осылай қаратап бір рәкағатты бітіріп, қайтадан осылай отырып, міне Аллаху акбар деп тұрып, осылай отырып, екінші рәкағатымызды бастап кетеміз Фатиха сүресімен. Жалпы намазды отырып оқудың үлгісі осындай. Осылай орындыққа да отыруға болады, не болмаса жерге де отыруға болады. Алла тағала құлшылықтарымызды қабыл қылсын.